Сәлем. Уақытшалы айтпаған ойшыл жоқ шығар. Бәріміз секунд, минут, сағат, тәулік секілді уақыт өлшемдері бар екенін білеміз. Ал сіз тек 1 секундта қаншама істі тындыруға болатыны жайлы ойланып көрдіңіз бе? Біз 1 секундта ештеңе істеп үлгермейміз. Бірақ 1 секунд ештеңеге жетпейді деп тіп басып айтуға болмайды. Бұл видеода 1 секундта қаншама істерге жеткізуге болатындығын қарастырамыз. Бал арасы қанатын секундына 250 рет қаға отырып, 65 км/сағат жылдамдыққа дейін жете алады. Ал әлемге әйгілі Google компаниясы секундына 63 мыңға жуық іздеу сұранымдарын қабылдайды. Бұл көрсеткіш жылына 2 триллионға жетіп жатады. Кәдімгі ұлу секундына 1 см жылдамдықпен қозғалады. Сонда бұл ұлудың жылдам екендігін білдіреді ме? Әрине жоқ. Себебі ұлу мұндай жылдамдықпен жаңбырлы күндер ғана қозғалады. Неге жаңбырлы? Себебі сұйықтық үйкеліс күшін азайтады, яғни ұлудың жылдамдығын артуына мүмкіндік бермейтін күш азаяды. Зауыттық конвейерлер 1 секундта 60 опа талап өндіре алады. Туберкулез ауруынан әлемде секунд сайын 1 адам өмірден өтеді. Айта кетерлік, әр секундта әлемде 6 бала дүниеге келеді. Осындай пропорцияның негізінен халық саны жылына 1,5% өсуде. 20 мың Coca-Cola сусыны секунд сайын сатылып жатады. Найзағай 1 секундта жердің әртүрлі бөлігінде 6 рет ұрады. 1 секундта Барби қуыршағының 3 данасы сатылады. ақш-та секунд сайын жарамды азық-түліктің шамамен 900 килограммы қоқысқа тасталынады. Мұндай көрсеткіш Германияда 320 килограмм, ал Францияда 40 килограммға жетеді. Осының бәрін айтып ауыз жиғанша, адамзатқа белгілі барлық аралар қанатын 146 миллиард 250 миллион рет қағып үлгерді. Google компаниясы 7 миллион 371 мың іздеу сұранымын қабылдады. Ал ұлу, егер осы уақытқа дейін жаңбырлы болса, 117 сантиметрге келіп қалды. Ал қалған таң қаларлық көрсеткіштерді есептеп комментарияларға жаза кетіңіздер. Әзірше осы, келесі видеода кездескенше.